Тіршілікке қажетті бар ақпарат ДНК деп аталатын мына молекулада жасырынған. Ол хромосома деп аталатын тығыз құрылымдарда топталып, әр жасушамыздың ядросында сақталады. Әрбір тірі жанды ерекше қылатын осы ДНК. Ол біздің дене бітіміміз бен тұлғалық ерекшеліктерімізді анықтайды. ДНК-ның қызметі жасушаларға ерекше протеин өндіруге нұсқау беру. Оған қоса ДНК өзін-өзі көбейтеді. Жасушалар бөлінген кезде оның да айна көшірмесі бөлініп шығады. Бұл қызметтің екеуі де ДНК-ның өте ерекше қос қабат спиральді құрылысының арқасында атқарылады. Спиральдің ішінде 4 молекула бар. Олар аденин, тимин, цитозин және гуанин деп аталады. Бұлар әдетте бірінші әріптермен таңбаланатын негіздер А, Т, С, Г. Бұл негіздер тізбегінің құрылымы әр тірі жан үшін әр қилы болып келеді. Жасушалар бөлінген кезде осындай бірегей тізбек құрылымының айна қатесіз көшірілуі үшін А, Т, С, Г негіздері өзара ерекше байланыста болады. Мәселен, А әрқашан Т мен, ал С әрдайым Г мен жұп құрайды. Осылайша тізбектер ажырағанда, ашық спиральда барлық мәлімет сақталып, ол жаңа ұқсас тізбектің пайда болуын қамтамасыз етеді. Осы қарапайым ғана ереже ДНК-ның бір жасушадан екінші жасушаға беріліп отыруына септігін тигізеді. ДНК-да біздің жасушаларымыздағы протеиннің түзілуін қамтамасыз ететін қалыптар бар. Олар әр организмде әртүрлі. Расында ДНК тізбегі өмір тізбегі болып табылады.